қазір таңда менің балдарым бәрі дүние салып кетті. 3 жылда ең үлкенімнен 4 бала, екіншісінен 1 бала, үшіншісінен 1 бала қалды. Солардың жапырақтары жайылып отыр. Қазір менде 11 шөбере, 6 немереден қалған, 11 шөбере, 2 қыз бала, немерелерім 3 қыз бала. Жиі келіп тұрады, қатынастырады, өзім барып тұрам. Енді соларды қарағанда, әсіресе балдарды, ұлдарымның, немере балдарыма қарап отқанда, өзім балдарым көзіме елестейді, қайғым болды. Мен осы еліме, халқыма риза. Егер халық болмағанда кім білді мен жағдайым не болып кеткенін. Сол сынбай, еліме, бүгілме бұл уақытқа дейін жеткен, мен ойлаймын, халықтың арқасы, және де мен айналамды қоршаған, жаста болса бас болып жүрген осы азамат-азаматшалардың арқасы деп ойлаймын. Мен әр уақытта бәрінде тілегін тілеп отырамын. Мен енді жасарымды жасадым, алатын үкіметтен, мемлекеттен алып болдым, бүкіл марапаттың барлығын. Мен соның жастарға соны тілеп, әр уақытта тілегін тілеп, жақсысын асырып, кемістігі болса көрсетіп, өзімізше кеңес ақыл кеңесімді айтып отырамын. Әлде де осы ел халқымыздың аман бол, қадірлейтін жас болса, өлетін қарт жоқ дейді. Осы тіршілігінде ешқандай айналамда жамандық болмасын, ел халқы аман болсын, тек қана жақсы заман болсын, түн ұйқымыз тыныш, күндіз күніміз жарқырап, таңымыз ата берсін деп тілеймін. Бәріңізге де рахмет.